Мен вообще тіл білмеймін, агроға бара берсем болды деп айтатын студенттер. Қараңыздар, агро саласында риск көп. Осыны мен айтпасам, сіздерге басқа агенциялар айтпайды. Олар сізден ақшаларыңызды алады, Германияға жібереді, агроға тығып жібереді, ары қарай не істесең істе дейді. Не үшін агро тұрақсыз деп айтам мен. Оған келетін студенттерге мен айтам, всегда көздеріңдегі розовый очкилерін шешіп келіңдер. Сендер жұмыс жасайсыңдар. Поляда азында ерте тұрып, клубнай теру бар, клубника, парникте істеуі мүмкін, тіл білмегеннен кейін сондай тіл қажет етпейтін жұмыстарды жасайды. Оған өкінішке орай көп студент шыдамайды. Соның арқасынан жылап бастайды, ойбай мен кетемін, ойбай қиын екен, ойбай ауыр екен. Айналайын, білдің ғой сен агроға келіп жатқаныңды. Сол үшін тіл үйреніңіздер деп айтатыным осыдан. Барлығы бар, агроға жібереміз дейді. Агроның ең үлкен бір тұрақсыздығы оның ерте бітіп қалуы. Яғни июнда келсе, июль өстеуі мүмкін, уже августқа қарай бітіп қалады. Өйткені урожайлар бәрі шектелген ғой, бұл шыға бермейді. Пойляларда студенттерден басқа келіп істейтін постоянный работниктер болады, олардың ондай фермаларында. Сол үшін көп студент келеді. Өйткені тіл білмейтін студенттер көп, барғысы келетін студенттер де көп. Содан кейін оны алады, Германияға жібереді. Одан кейін қиын болып қалады. Тұрақты түрде агромен жұмыс істейтіндері бар. Біз стараемся максимально сондай адамдармен істеуге, чтобы июльда бітіп қалған екен, августта хотя бы, парник тазалау, сондай жұмыстарына студенттер дальше жалғасатындай қылып. Сол үшін мүмкіндік барынша тіл қажет ететін жақсы бір жұмыстарға, хотя бы неміс тілін бар ғой, А2 деңгейде білсеңіздер, жақсы жұмыстарға тұруға мүмкіндік бар. Осыны тіл білмесем де Германияға барсам, зато я в Германии деген деп жүретін достарыңызға жіберіп қойыңыздар, білсін, дайын болып келсін, көзіндегі мына очкиімді шешіп. Просто мен жаным ашиды Германияға келіп көшеде қалып кеткен студенттерге.